Армысыздар ардақты ағайын. Эфирде ой түйін бағдарламасы. Қазақ халқының ауыз әдебиетінің негізгі бір саласы айтыс өнері. Тіл мәдениетін қалыптастырудағы айтыс өнерінің ықпалы мол. Қостанай облысынан шыққан танымал айтыскерлер баршылық. 20 ғасырда халық жадына өшіп бара жатқан өнерімізді қайта жаңғыртып, биік деңгейге көтерілуіне зор үлесін қосқан Әсия Беркенова мен Қонысбай Әбілевтер, ел тәуелсіздігін алғаннан кейін Айбек Қалиев пен Марғұлан Оспанов, тағы да басқа ақындар осы өңірдің тумалары. Бүгінгі хабарымызда Қостанай облысы Жітіқара аудандық мәдениет сарайының бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы, Тамаша атты ойын-сауық студиясы және жас ақындар мектебінің жетекшісі Аюпов Сейілхан Қатарбайұлымен сұхбаттасамыз. Ассалаумағалейкум, Сейілхан Қатарбайұлы. Ассалаумағалейкум, Қайрат мырза, армысыздар, қадірменді көрермен қауым. Сіз де осы өнердің саласында жүрген, айтыс өнерінің дамуына үлесін қосып жүрген азаматсыз. Ең алдымен мәдениет ошағындағы ұжымдық келісім шарттың орындалу барысына тоқталсаңыз, ұйымның атқарған жұмыстары туралы айтып берсеңіз. Мен осы Жітіқара аудандық мәдениет сарайында 2010 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. 2012 жылы осында кәсіподақ ұжымы ашылып, соның мүшесімін. 2020 жылы ақпан айында мені сол кәсіподақ ұжымының төрағасы қылып сайлады. Келісімші шарт бойынша айтар болсақ, Аллаға шүкір, барша жаңағы шарт бойынша талаптарымыз орындалып жатыр. Біздің кәсіпкерлеріміз, жұмыскерлеріміз бас аяғы 44 адамбыз. Соның 42-сі кәсіподақ мүшесі болып табылады. Ал енді жаңа тағы бір сұрақ қойдыңыз. Біздің атқарып жатқан іс-шараларымыз тек қана заң бойынша жұмыс істеп, уақытында келіп, уақытында кету емес, кәсіподақ атынан талай іс-шаралар ұйымдастырып жатыр. Өзіміздің жылдық жаңағы жоспарларымыз бар. Соған сай жұмыс атқарып жатырмыз. Қызметкерлердің, енді мәдениет қызметкерлерінің жалақысы жыл сайын артып келеді. Қазір енді көңілдерде толады ма мәдениет қызметкерлері? Айлық жалақыларын уақытылы алып тұрады. Көңілдері толады ма? Өкінішке орай, бұл енді біздің мәселе, біраздан бері айтып келе жатқан мәселе. Біздің айлығымыз өте аз мәдениет қызметкерлерінің. Мынау мысал айтар болсақ, жаңағы медицина саласы, білім саласындағылардікі бізден көрі біраз жоғары. Біз қарапайым адамдардың өтініші бойынша талай жоғарыға хатта жазғанбыз өзіміздің кәсіподақ федерациясына, облыстық, республикалық. Биыл енді сәл ғана көтерген, бірақ сонда да аздау деп ойлаймыз. Жалпы сіздер енді мына мәдениет сарайының өзі, орналасқан жерлеріңіз, қызметкерлердің еңбек жағдайына жасақталған ғой, жалпы жөндеуді қажет етпейді ғой. Қандай проблемалары бар қазіргі уақытта? Проблема, өмір бойы бітпейтін шаруалар бар ғой. Бірақ сонымен қатар мен жеке осы адамдармен сөйлесем, өзім кәсіподақ жетекшісі ретінде, бұлай қатты нақты проблемалар жоқ. Бір өтініш бар, біздің жаңағы кеңсе тазалаушылар, уборщики служебный помещение дейді ғой. Олардың жаңағы жыл аяғында бәріне беретін оздоровительный деген бар. Соларға бір сондай шаруаны шешсе деп жоғарыда. Онда бірнеше рет хат жазғанбыз, өтініш жасағанбыз, шешеміз деген сөз берген сияқты. Бірақ ол енді бүгінгі ашық сұрақта тұру әлі. Енді әлеуметтік әріптестік тарапынан, жұмыс беруші тарапынан, облыстық мәдениет басқармасы тарапынан, облыстық салалық кәсіподақпен байланыстарыңыз қандай? Осы ұсыныстарыңызды айтып жүрсіздер ғой, өзіңіз айтқандай. Әрине, біз әлеуметтік әріптестігіміз өте жоғарғы деңгейде деп айта аламын. Біздің аудандық мәдениет сарайының төрайымы Күләш Апанқызы қоян қолтық жұмыс істейміз. Әрдайым сол енді бір шаруалар болса бірге шешеміз. Және де облыстық салалық кәсіподақпен мен осы кәсіподақ саласына жетекші болып келгеннен бастап бір аптаның ішінде қоңырау шалып, танысып, сосын рұқсат сұрап, барып
жүзімізді көрсетіп, өзімізді көрсетіп, жақынырақ танысып, өте жақсы, оның ішінде бір өмірлік жаңағы абыройы беделді кісі екен, өзі бір өмірлік тәжірибесі мол Шестакова Любовь Сергеевна деген бүгінгі таңда осы жылдың аяғында өзінің денсаулығына байланысты ол зейнеткерлікке кетті. Және де оның көмекшілері бар, Алла Андреевна деген. Біз қарым-қатынасымыз өте жақсы, бір сөзімізді далаға тастамай, жаңағы жіберген өтініштерімізді, хаттарымызды бәрін жоспарлап, жауабын нақты беріп, бүгінгі таңда бізді сол облыстық кәсіподағымызды басқарып жүрген Үміт Бұланбековна да осы октябрь айында келді. Содан бері 3-4 рет телефон арқылы хабарласып, қарым-қатынасымыз жақсы деп айта аламын. Сейілхан аға, сіз енді кәсіподақ ұйым төрағасымен қатар Тамаша атты ойын-сауық студиясымен ақындар мектебіне жетекшілік етесіз. Бұл енді болашақ ұрпаққа айтыс өнерін жеткізу, оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру бойынша үлкен тәлімгерлік жұмыс. Жалпы бұл қандай мақсатта ашылды? Ең бірінші мен ақындар мектебі туралы айтып кетейін. Бұл ақындар мектебі кешегі кеңестің қылышынан қан тамтырған заманда ашылған 1983 жылы осы Жітіқара өңірінде біздің Қарагөз аға апаларымыз болған Жолбарисов Бердібек Абатович деген, Торсов Шаймағамбет, Асия Молдагалиевалар сол кезде қалалық ақындар мектебін ашып, оның сосын жүзеге асырып, дамытып, аудандық ақындар мектебі болып кетті. Сол 2003 жылдан бері сол ақындар мектебіне өзім атсалысып, сол айтыстарға қатысып жүрдім. Өкінішке орай енді бәріміз де бұл өмірге қонақпыз ғой. 2010 жылы сол Бердібек ағамыз дүние салып, соның орнына осы мен ақындар мектебін басқарып жүрмін. Бұл жерде енді ақын болуға үйретпейді, ақын болып туу керек дейді, бірақ кейбір адамдар, көбіне мынау жастар өзінің сол қасиетін, қабілетін байқамайды, нетпейді. Менің негізгі арманым соларды енді әкеліп қазақша жаңағы Тамашамен бірге ұйымдастырам. Қазақша жастарымыз ойласын, ойнасын, сөйлесін деген мақсатта осындай Тамаша студиясын мен аштым. Сол және де ақындық қасиеттерін баулап жүзеге асыру. Бұл жерде тек қана жастар ғана емес, ересектер де келеді ғой, айтыс өнерін? Әрине, мынау жастарды біз жылында облыстық деңгейде өтетін жас тұлпар айтысын апарамыз, жастарды дайындап. Сосын бізде жылына бір рет аймақтық, облыстық енді қаражатқа байланысты сол айтыстар өтеді. Соған енді біздің жаңағы өзіңіз атап кеткен Марғұлан деген сол енді сахнада талай көріп жүрген абыройлы шешен ақындар келеді. Алла бұйыртса, биыл біздің Жітіқара өңірімізде туып өскен атақты Ақсұлу Орысбайқызы апамыздың биыл мерейтойы, соған байланысты Жітіқара қаласында ұйымдастырылады деп ойлап отырмыз, республикалық айтыс. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Жалпы кәсіподақ ұйымы тарапынан болсын, немесе осы ақындар мектебі тарапынан болсын, басқа да? Менің негізгі мақсатым халықтың қамын ойлап, жаңағы заң бойынша жұмыс істеу үшін, сосын жаңағы біздің кәсіподақтың маңыздылығын таныту, оның дәрежесін көтеру негізгі мақсатым. Екіншіден, жаңағы Тамаша және де ақындар мектебі деп отырсыз ғой, сол жағынан өзіміз рас айтса, жаңағы бала кезімізде армандаған, қой бағып жүргенде осындай сахнаға шықсам, осындай болсам деген арманым орындалып отыр, Аллаға шүкір. Біз де сахнада жүрміз. Сол жастарды сахнаға шығарып, оларды дамытып, оларды үйрету негізінде көбіне жаңағы Тамашаны не үшін аштық, бұл мақсатыма жетсем-ау деймін. Қазақша ойлап, ойнап, сөйлеп үйрету мақсатында жұмысты жасаймыз. Рахмет, көп уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін. Сейілхан Қатарбайұлы, алдағы жұмыстарыңызға табыстар тілейміз, толағай шабыт тілейміз, аман болыңыздар, кәсіподақтың қолдауын білдіріп, кәсіподақ мүшелерін қорғап жүріңіздер дейміз.
Рахмет сізге, сау болыңыз. Рахмет, сау саламатты болыңыз.